сөйтіп палау істейтін болдық қой. Балдар айтты, Қамеге палау істесеңіз, палау істесеңіз деп. Сол күні сәл ерініп тұрдым ба, кім бізде биктің де ие бар тамаққа. Бик Семіз Марат ше. Солар дайындап береді маған. Мен шеф-повармын ғой, бәрін дайындап береді, мен тек қана. Сөйтіп мына жақта бізде дайындық жүріп жатты да, как раз ертесіне ойын болды ау деймін. Сөйтіп бик ана кухняда болды, өзі анандай кухня ғой. Студия дейді ғой, ана жер кухняда бер жақта отыра бересің. Бір жақта майсасы отыра бересің. Онша келіспеймін мен сондай кухнялармен. Кухня деген бөлек болса. Сөйтіп мен айтып отырдым да, майды құй, Қамеге май ысыды деді. Енді пиязды сал, қатты күйіп, қоңыр болған кезде маған айт дедім. Қамеге қоңыр болды деді, онда алып тастадан етті сал деді. Ет қатты жақсы піскен кезде маған айт. Жақсы, ет пісті Қамеге деді, бір кезде арасында үсіп келіп кетіп жүр. Енді ет піссе үстіне жаңағы қаған пиязды сал. Сөйтіп қақпаған жауып қой. Қамеге деді, ет уже қоңыр болып бүйтіп, не қылады ғой, жібейді ғой, пияз. Сол кезде маған айтты, сәбізді саласын, осындай процеспен бітті тамақ. Өзіңіз істеп отыр екенсіз ғой, почти, е? Сөйтіп пісті тамақ. Сөйтіп жақсы шықты, бәріміз жеп отырмыз, балдардың бәрі маған рахмет айтып жатыр еді. Мен енді сіздерді иттік жасамай ақ қойын деп Бикке тастадым ананша. Мен емес оны Бик істеді дедім. Сөйтіп, Бик қатырыпсың, өлтіріп жіберіпсің, рахмет десе. Биктің өзі де жеп жатыр ғой, ас болсын. Мен анаға қарап тұрмын ғой Бикке. Сорлы деймін болғанша. Мен маған келіп жатқан мақтауды сенімен бөлісейін десем сен толық мен өзіңе алғанымды айтамын да, ас болсын. Мен жоғы Қамекең айтып отырып, мен әші істеп отырдым ғой деген. Сол күтіп алдыңыз ғой. Мен де бөлістім, о жақтан да кесе әділдеу болатын шығар деп ойладым да, анау қабылдады ғой.